Жақсы. Көңіл-күйлеріңіз? Керемет. Онда осы көңіл-күймен сабағымызды бастаймыз. Сәттілік. Отыра қойыңыздар. Балалар, біз қай тақырыпты өтіп жатырмыз? Ілияс Үйге қандай тапсырма берген? Керемет. Құлагер поэмасының ізінде жаттауға берген болатын. Кім сабақ айтқысы келеді? Кім даяр? Не болдай, бай саған құлагерім, суалдым, сорлы еңдік бұна. Тірегі көңілімнің бәйтерегім, бұл жерге қалайша құлап едің? Бай-ай, құлагерім, құлагер, қолды сүрген қолымай, ішінде омыртқамның жұлынымай, жын бекен, сайтан бекен қаза болғыр, қанды қол, қастық бенен ұруынай. Осылай ақан зарлап жылады. Қайтсын ол жыламасқа жанға батты, күйінді ол күңірініп құлагерге, айрылды ол аттан жақсы достар. Жақсы. Тоқтатайық, рахмет. Басын хат шығарасың. Инабат өлеңді нақышына келтіріп, өте керемет оқыды, мимика, жестикуляцияны өте тиімді пайдаланды, логикалық, сонымен қатар грамматикалық тоқтаулар болды, және бос кідіріс болған жоқ. Сіз қанша деп бағалайсыз? Инабаттың өлең оқуы мен өте жоғары. Жақсы деп бағалайсыздар. Жақсы. Мен де сіздің пікіріңізбен келісемін. Құлагер поэмасынан үзінді аттың асалы әні. Соны айтып, құлагердің басын кесті. Көрген жан, қайтсын шіркін асыл десті. Достары қайра мерай обалайлап, қастары сол сыймен барсын десті. Жеделде жетім олмен жүріп кетті. Ұйқысыз ұзақ таңға бүлкілдетті. Ұзақ жол, жұлдыз жар жазғы түнді. Құлагер дегенін мен күңіретті. Құланы мақтады жұрт малбасы деп, тыңдады ақан әнін зарласын деп, қазақтың бір аяулы атын атқан баршын батырашты қарғасын деп. Бала кімгері байланыс? Ақбота өлеңді нақышына келтіріп айта білді, бос кідіріс болмады, мимиканы тиімді пайдалана білді. Ақботаға қалай оқыған? Ақботаға берер бағаңыз? Өте жоғары. Өте жақсы деген. Жақсы оқып шықтыңыздар. Өлең оқығандарыңыз ұнады, өлеңді нақышына келтіріп айта білдіңіздер. Бәріңізге мен де жақсы деген бағамен бағалаймын. Сіздермен қазір біз фотоаппарат әдісі арқылы мына сабақты бекіту әрі жаңа сабақтың тақырып мақсатын болжау мақсатында фотоаппарат әдісі деген ойынды ойнаймыз. Ол үшін кім суретке түскісі келеді, балалар? Кім? Жақсы, Инабат суретке түсе ғой. Сіз мына тартасыз, Метафора дегеніміз бір-біріне ұқсастық белгілері бар сөздерді ауыстырып пайдалану. Мысалы, арыстанмын, айбатыма кім шыдар? Бұл жерде метафора қайсысы? Арыстанмын. Жақсы болды, рахмет. Келесі кім? Балалар кім түскісі келеді суретке? Асланбек ерекше болуы керек. Асланбек суретке сығарыңыз, эпитет. Эпитет дегеніміз заттың құбылыстың айрықша белгісі. Молодец, жарайсың. Мысал келтіріп аласың ба? Мысалы, ашық аспан. Жақсы, рахмет. Айшықтаудың түрлері. Айшықтаудың түрлерін білесің ба? Айшықтаудың түрлері ол шендестіру, арнау, және қайталау, дамыту. Жақсы, рахмет. Толықтырған деушілер толықтыруға болады. Келесі кім түскісі келеді мына топтан? Құбылтудың түрлерін ата дейді. Эпитет, имитатив, метафора, синоптоха, гипербола. Жақсы, рахмет, жарайды. Отыра қойыңыз. Балалар, қарақшы. Не болдай, сорлы ең бай-бай құлагер. Не болдай, сорлы ең бай-бай құлагер. Сабағымыздың тақырыбы қандай деп ойлайсыздар? Құлагер. Қарай қойыңыздар. Бірінші мақсатымыз автор стиліне сүйене отырып шығармашылық жұмыс жазу. Екінші мақсатымыз не деп ойлайсыздар? Мана біз нені таптық? Дұрыс айтасыздар. Шығармадағы әдеби тілді құбылтумен айшықтаудың түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру. Бүгін біз осы екі мақсат төңірегінде жұмыс жасап картиналарды елестетеді. Енді балалар әрі қарай тоқталмай қойын, бірден тапсырмамызға кірісейік. Біздің бірінші тапсырмамыз әдебиетшілер әдісі арқылы
төмендегі тапсырманы орындаймыз. Қараңыз. Автор стиліне сүйене отырып, Ақанның құлагерді емірене жоқтауы, әрі қарай өз шығармашылығыңызбен жалғастырасыз жоқтауы. Бірге беріледі. Біз 5 минутымызда тәмамдалды. Қай топ дайын балалар? Бірінші қай топ айтады? Біздің топ дайын! Біздің топ дайын! Бірінші топ келе басын. Ақан тобы келе. Болдай бай-бай саған құлагер. Суалдың сорлы ең бұлағы еді. Тірегі көңілімнің бәйтерегім, бұл жерге қалайша құлап еді. Қалайынша құлап еді. Қалайынша құлап еді. Бай-бай құлагерім, қасымдағы мәңгілік жан серігім. Қайдан қанат тап болдың бұл ажалға, қолды өсірген құлыным құлагерім. Құлагер, қош атым жолдасым-ай, мен білдім, түнесемде тұрмасыңдай. Тегізбей топыраққа жоғарылып, сақтармын, өле-өлгенше қубасыңдай. Қанжықты Ақан міне осылайша, қайғырды құлашын қарасайда. Қалды өзі ауылдың бір басында, ауыл көшті, қалды Ақан саясында. Құлагер бәйтерегім құлыным-ай, ішінде омыртқаның жылымын-ай. Жындысың, сайтандысың, қаза болғыр, қанды қол, қастандықпен ұруын-ай. Жақсы келдіңдер. Кері байланыс берейік. Бізде өте қызықты тапсырма болады. Сіздер өздеріңізді журналист сияқты сезінесіздер бұл тапсырмада. Репортаж әдісі арқылы құлагер қатысқан ат жарысы бүгінгі күні болып жатырса, яғни бірінші топ Ақанға сіз қандай сұрақ қояр едіңіз? Екінші топ Бағдырашқа қандай сұрақ қояр едіңіз? Түсіндіңіздер ма? Балалар, мына жерде міне сіздерге керек заттар бар. Өздеріңіз тиімді пайдалансаңыздар болады. Не ойыншы Берілетін уақыт сіздерге 2 минут тездетеміз. 2 минуттың ішінде өз ойларыңызды жеткізіңіздер. Мен ең алдымен біздің көрінісімізге қатысатын адамдардың рөлін түсіндіре кетсем, бізде Инабат жүргізуші, Мөлдір екінші жүргізуші және Асланбек басты кейіпкер, яғни Бадраш, сонымен қатар біздің видеоға түсіруші операторларымыз. Ал енді бастасақ. Қазір Мерей, сіз бастайсыз ба? Бірінші бастай алмаймыз. Дубль 1, кадр 1 бастаймыз. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, эфирде жаңалықтар. Жаһан жұрты биылғы жылды қиындықпен өткеріп келеді. Әлемдегі карантиннің салдарынан барлық спорт түрлері тоқтап қалды. Чемпионаттар кейінге қалдырылғалы, енді ғана турнирлер өткізіліп келеді. Бізге карантиннен кейін өткізіліп жатырған жарыстардың бірі бұл Керейдегі Сағынайдың астында ұйымдастырылғалы тұрған ат жарысы болмақ. Ендеше Керейдегі тікелей эфирге әріптесім Мөлдір қосылғалы отыр. Мөлдір, Сағынайдың астындағы қазіргі жағдай қандай болып жатыр? Рахмет Инабат. Алыс жақын жерлерден осы асқа жиналған қауым қаншама. Қазір күрең бәсінші бәйгеге қатысатын аттардың қаншалықты дайын екенін, күйінің қандай екенін қарап болып жатыр. Бұл жерде, бұл жарысқа Көкшетаудың дүлдүлі Ақан Сері де өзінің жүйрігі құлагерімен келді. Ел аузында жүрген Батыраш та өз бағын сынау үшін бәйгеге қатысқалы отыр. Ендеше Батыраштан сауал алсақ. Адынан ұмтылғанда аң құтылмас, артынан жөнелгенде жетпес жылқы деген күреңбай сыншының сөзімен келісесіз бе? Осмадан шыққан құлагерім, менің желден де жүйрік көк тұйғын жылқым бұдан да жүйрік болады. Бас жүлдені біз алатын боламыз. Көрде тұрыңдар. Жақсы, рахмет пікіріңіз үшін. Алдағы уақытта бәйгеде болып жатқан оқиғаларды хабарлайтын боламын. Әзірге бар жаңалық осы студия. Жақсы, рахмет Мөлдір. Бізде де әзірге жаңалық осы. Ендеше бірер сағаттан кейін тағы да тікелей эфирге қосылатын боламыз. Арнадан алыстамаймыз. Келесі тапсырмамызға да келіп жеттік. Зерттеушілер әдісі арқылы Ақан тобы поэмадағы көркемдегіш құралдарды табасыздар.
оған мысал келтіресіздер және қолдану ерекшелігін айтатын боласыздар. Ал екінші топ, сіздер поэма мазмұнын еске түсіре отырып, көркемдегіш құралдарды анықтап, автор стиліне баға бересіздер. Сіздерге берілетін уақыт тағы да 5 минут. Ал балалар, жұмыстанамыз, тезірек бастайық. Илья Жансүгіровтың құлагер поэмасы бас аяғы жұмыр шығарма. Бұл поэмада қазақ өміріне тіршілігі, әлеуметтік тартыс күресі, әдет-ғұрпы, салт-санасы айрықша сөз өнері арқылы биікке көтерілген. Осы шығармада көптеген көркемдегіш құралдар пайдаланылған. Соның бірі ассонанс. Бұл жерде ал енді өнер таланты ақанды арқаның жүйрігіндей ән салады. Сонымен қатар аллитерацияда қолданылған қоңыр жаз самал соққан күн жылмия қазақты асқа келген арқа күтті. Жақсы, дұрыс айтасыз. Келесі. Кейттеу. Қоңыр жаз самал салқын күн жылмия. Бұл жерде арқаның ән салу өнері шебер жеткізе білген. Және де екінші әсірелеу. Көмбе қайсы нәрсені жандандырған, иә? Самал жерді күлгізіп болған. Дұрыс. Келесі. Екінші әсірелеу. Көмбе қайда десеңіз, көзді салып көрсеңіз, өркеш шөркеш көрінген, оралып су төгілген, балдырғанды білектей, балаусасы жібектей. Келесі. Қандай көркемдегіш құрал бар? Илья Жансүгіровтың құлагер поэмасында метафора бар. Жаңа бұлт екпіні жел, аттар қаңбақ, ерекшелігі көркем образ жасау. Қолдану ерекшелігі, жақсы. Келесі. Эпитет бар ма жоқ па? Эпитет бар дейді Самат. Ащы тіл, асау мінез, жүйрігі, сонар соят, тәтті зал, қазы қартар, мая-мая. Керемет, жақсы. Тәтті жал, асау мінез, ащы тіл дейді. Теңеу, бір кезде бүйеу қағып, күшіктей болып, қыңсылап сыңғы, сыңсы қандай күй жылаған. Бұл жерде теңеу. Қолданып тұрғанын білесіздер ма? Қандай жинақ арқылы жасалды? Бізге көркем образ жасап тұр. Теңеу, екпіні үй соққандай, пысқырғандай. Жақсы. Қандай. Келесі тағы қандай көркемдегіш түрі? Риторикалық сұрақ. Дейміз бе оларды неміздеді. Жын қуды астын етін жегізген. Не еткен жан, әде даңғыл, әде моңғол. Елімізде ескі ауылды жақын екен сыр. Неткен жан деп оқылады балар. Не еткен деп бөлек айтылмайды. Неткен жан деп. Бұл жерде ерекшелігі ойды әсерлі жеткізу. Риторикалық сұрақ. Келесі. Ақынның көңіл күйін зарлай арнау арқылы көрсете білген. Бұған мысал, не болдай бай-бай саған құлагерім. Және де өлеңде бірнеше қайталаулар кездеседі. Оған мысал ретінде кей-кейде жауын болып жылап ақты, кей-кейде дауыл болып соқты қатты, кей-кейде күңіреніп көлдей толқып, кей-кейде қуағаштай құлап жатты. Және де дамытулар. Күйіндей домбыраның құлдырласын, суындай алатауының сылдырласын, сөздердің асыл көркем тасын қалап, ұйқысы өлеңімнің сыңғырласын. Жақсы, рахмет. Кері байланыс керек олай болса. Көркемдегіш жақсы, енді біз поэманы талдау парағы әдісіне де келдік. Бұл жерде манағыдай топпен жұмыс жасамаймыз, бұл жерде жеке жұмыс. Міне, тақтада көрдіңіздер ғой, көңіліңізді тебірентіп ерекше ұнаған бөлімдегі оқиға желісі не үшін сізге ұнады, соны айтасыз. Оқиғаның қай тұстарын өзгертер едіңіз, не үшін өзгертесіз, сосын әлсіз тұстары болды ма, болмады ма? Берер бағаңыз. Болды, уақыт сендерге 2 минут уақыт берем, балалар тізетіп жұмыстана қояйық. Дайын болсақ бастайық, кім айтқысы келеді? Мына топтан бастайықшы, құлагер тобынан айын сөйлесін. Маған көңілімді тербетіп ерекше ұнаған бөлім бұл бай-бай құлагер. Бұл бөлімде ақан серінің құлагерге деген сағынышы, оған деген шынайы махаббаты, достық, жолдастық, ықыласы, барлығы мұңы, қайғысы жоқтау, барлығы мықты ұштастырылып отырып суреттелген. Бұл жердегі оның әлсіз тұсы ретінде мысалға ақан сері құлагердің қазасынан кейін өмірден түңіліп, өмірге өкпелеп, сол тұрағына, сол тұрған жерінен ешқаяққа көшпей, өмір бойын зарлаумен
мысалы жоқтау биін өткізді. Ал менің ойымша бұл қазіргі осы оқырмандарға, жастарға, ұрпақтарға бұл кері тартады деп ойлаймын. Себебі осындай қиындық келген кезде адам алға қарата жігерленіп, қиындыққа темірдей төзімді болуды үйретудің орнына керісінше адамды ол кері тартады деп ойлаймын. Сіздер не ойлайсыздар? Сіздер не істейсіздер? Балалар, міне сабағымыздың да мәресі сызығына жеттік. Енді соңына келдік десек те болады. Сабақтың соңы рефлексия жасайықшы. Балалар, оқу мақсатына жеттік па бүгінгі біздің? Мақсатымыз не болды? Автор стиліне баға беру, көркемдеуге автор стиліне сүйеніп отырып шығармашылық біз қандай тапсырма орындадық осында? Ал сіздер ше, көркемдегіш құралдар таба білдік па? Қалай білесіздер? Көркемдегіш жақсы анықтама бердік. Бүгінгі сабағымыз оқу мақсатына жеттік, сабақ мақсатына жеттік деп ойлаймыз, иә? Ал енді балалар, алдарыңыздағы балдық жүйені салай қойыңыздар. Қай топта неше бал бар екен? Сіздерде 9, сіздерде де 9. Жақсы. Олай болса, бүгін сіздер мына топтағы оқушыларда, құлагер тобындағы оқушыларда 9 балдық жүйемен бағаланасыздар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Үйге берілген тапсырма Батыраштардың бағы жанама деген тақырыпта әдеби эссе жазып келесіздер. Түсінікті ме? Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.